Сәлем достар, видео бастамастан алдымен арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода насыбай жайлы айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыз, өте қызықты болады. Насыбай темекі ұнтағына күл, қалампыр қосып жасалатын ащы, күшті иісті зат. Насыбайды құмарлық үшін атады. Саптаяқ үккіш темекі жапырағын әбден ұнтақтап, арша немесе сексеуіл қайың тобылғы қылшы күлін қосып, оған су сеуіп әзірлейді. Оның бұйра деген түрі болады. Бұйра насыбайды ұнтақтап, су сепкен соң тесік қабылдарды өткізеді. Оны көбінесе астыңғы ерінгі, кейде тілдің астына салады. Оны атпай тек иіскеу үшін пайдаланатындар бар. Дәстүрлі қазақ қоғамында насыбай әшекейленіп жасалынатын мүйіз шақшаға құтыға салынған. Насыбайдың денсаулыққа зияны өте көп. Қазіргі уақытта аймақ елдерінде ол базарларда әдетте темекі тұқым салынған науаларда еркін сатылады. Ерекше жағдай Түркменстан болып табылады. Онда 2008 жылы президент Гурбангулы Бердімұхамедов сарқынды суларды өндіруге, сатуға, пайдалануға және жеткізуге тыйым салатын жарлық шығарды. 2013 жылғы 13 ақпанда Ресей Федерациясының президент тауарларды сатуға тыйым салуды белгілейтін азаматтардың денсаулығын темекі түтінінің және темекіні тұтынудың зардаптарынан қорғау туралы номері 15-ші ФС федералды заңына қол қойды. Көтерме және бөлшек саудаға тыйым салынды. 2011 жылы насыбай бақылауға алынатын есірткі заттары мен психотроптық препараттардың тізіміне енгізілді. Ресейде насыбай дәстүрлердің өнімі емес, бірақ соңғы жылдары әсіресе жасөспірімдер арасында танымал болды. Насыбай Мәскеудің базарларында, Еділ мен Орал қалаларында және елдің басқа аймақтарында сатылды. Әдетте сауда-саттық демеушілері назарларынан жүзеге асырылады. Ал насыбай никотинге тәуелділіктің емі ретінде қолданылады. Басқа елдер Үндістан мен Непалда гудка деген темекі сатылады. Бұл темекімен араласатын бетелдің бір түрі. Беларусь дәрігерлері насыбайды қолдану туралы хабарлайды. Эстония баспасөзі насыбайды дискотекаларда таратады. Украинада, Венецияда бұқаралық ақпарат құралдары насыбай сатылатыны туралы жазды. Насыбай қолдану мен ауыз қуысының қатерлі ісігінің пайда болуына арасындағы тікелей байланысты дәлелдейтін статистикаға бар. Дәрігерлердің зерттеулері Орта Азиядағы қатерлі ісік ауруының 80% ұзақ уақыттан бері насыбай қолданылатындығын растады.